Ассалаумағалейкум. Малдың артуы, өмір жасының ұзаруы, күнәлардың кешірілуі, берекеттің орнауы секілді тағы да басқа жақсылықтардың кепілі әлбетте ол садақа. Жоғарыда айтылған нәрселерге қол жеткізу үшін біздің қосымшаның қолданушыларына садақаны жиі беруге қалай жағдай жасауға болатын жайлы біз таяпта көп ойландық. Нәтижесінде төлем жасаған сайын автоматты түрде садақа беруге мүмкіндік беретін жаңа автосадақа функционалы пайда болды. Әдетте біз садақаны аптасына бір рет немесе 2 аптада бір рет, көбінесе жұма сайын беріп тұрамыз. Мешіттің жәшігіне немесе түрлі фондтарға 1000 немесе 2000 теңгемізді аударамыз. Алайда садақаны аз болса да күнде беріп, әр күнімізді берекетке толтырып тұрсақ, қалай қарайсыз? Себебі аз болса да үздіксіз, тұрақты түрде жасалатын жақсы амалдар Алланың алдында әлдеқайда қайырлы емес пе? Осыған орай, таяп қосымшасында қайырымдылық бөлігінде автосадақа функциясын қоса аласыз. Оны іске қосу үшін қосымшамызда садақа бөлігінде өзіңізге ұнайтын фондты таңдайсыз. Сосын әр төлем сайын неше пайызын садақаға бергіңіз келетінін таңдайсыз. Ол 0,5%, 1 немесе 2% болуы мүмкін. Өз еркіңіз. Мысалы, сіз 1000 теңгеге кофе алсаңыз, 1%, яғни 10 теңгесі автоматты түрде сіздің картаңыздан қосымша шығын ретінде садақаға жөнелтіледі. Біз таяп ұйымы қазіргі мұсылмандардың көптеген жақсылықтардың қайнар көзі болған садақаны жиі беріп, берекетін арттырып, рухани кемелденуінің себепшісі болғымыз келеді. Берген садақаларыңызды Алла тағала қабыл етсін. Әмин.